Өз қалпында өте берер әсте күн, байқамаймыз оттың өшкенін, байқамаймыз кешегі жас баланың жігіт болып қалай өскенін, байқамаймыз көктемнің де келгенін, мол шуағын күннің шашқанын, байқамаймыз күліп жүріп өмірде көп достардың сиреп қалғанын, байқамаймыз көктемнің де келгенін, мол шуағын күннің шашқанын, байқамаймыз күліп жүріп өмірде көп достардың сиреп қалғанын. Көгілдір көктемнің алғашқы шуағына жылынған, ел жұрт тағы бір арайлы таңның несібесін күтіп оянғанды. Бірақ біз күткен бақыт алдамшы екен. Алаңсыз көңілдер азан таң атпастан азақ оран, қаладан жеткен харалға бар, ел жұртқа ерте тарап үлгерді. Бір туар ұлын оқыста жоғалтқан Аққыстаудың дүйім жұрты, ажалға деген сенімсіз көңілмен Атырауға қарай аңтарылып тұрды. Неге солай деген сұрақтар көкірекке кептелді. Күн төбеге көтерілгенде, аймағымыздың арынды ұлы, ел есіндегі еркін ағаның дарынды ұлы, туған жерге мәңгілік ұйқы бесігінде жеткізілді. Дүние ғапыл деген сайтан сөздің рас екеніне енді сенгендей болып сергелденге түстік. Көктемнің ызғарлы өкпек желіне қосылған асыл азаматтың қазасы денемізді қарып өтті. Араға күн салып жанарлары жасаураған жамағат, халық қалаулысы, қайырым пейілді кәсіпкер, дарын Еркінғалиұлын соңғы сапарға шығарып жатты. Құлнымай деген аназарынан, Әкешімай деген ұл қыздың аңыраған сазынан ауырмайтын жүректер де жұмсарып кетті. Жыла дала, жыла ел, жыла бәрің, жыла бүгін Атырау, жыла нарын, туған жер деп жүрегі ел жүреген, тәнименен қоштасты іскер дарын. Осылайша тағы бір жайсаң мінезбен көркемделген, жарқылдай жанған Жампоздың ғұмыры келте үзілді. Қыз жібек фильмінде шеге рөлін сомдап, алты алашқа аты ардақталған Әнуар Молдабеков 46 жасында дүниеден ерте өткенінде, сахналас жан досы, сермесек семсер, қорғансақ қалқан бола білген қайран Әнуарым-ай деп егілген екен. Біздің дарынымыз да қалың елдің орманы болмағанымен, екпіні тапай өткен нарықтан бас көтере алмай қалған әлсіз халықтың қорғаны бола білді. Әркімгі жүрек тынысы, туған жерім, ата мекенді Исатай елім деп дөрледі. Нарын даласын дәулеттендіруді, Аққыстауын қалаша сәулеттендіруді мақсат тұтты. Туыстасы, Алталаштың ақын паризасының, кешірмесен, жат жұрттыққа жанымды жараласам, бар сырымды бүкпесіз саған ашам, мен ел кезіп кетерем отансыздай, бір хадеңді өтеуге жарамасам деген жырымен жігерін жон. Қаншама қиындықтарға жолықса да қабақ шытпай, керісінше, отта болғым келмейді жылуым бар, керек пе жылыныңдар деп жырлаған Мұқағали ақынның мырзалығына басып, аузынан ана сүті арылмаған сәби сезімге беріле кетуші еді. Өмірден әлеуметтік тепреш көргендердің жанынан табылып, ауласына мал, қазанына бал сыйлаған атымтай жомарттығына тамсана көз тігіп, алты сатанның ауыр жүгін арқалаған Қаранарға да балаушы еді. Нарын аймағының абыройлы ақсақалы Қадырғали атасының еңбектен зейнет тауып елдің баласы бол құлыным деген ақ батасымен көгеріп, елдің сан мың алғысын арқалаған дарын ұлдың
әр күнгі адымын сырттай бақылай жүріп, 52 жасында қас қамында сөнген әкесінің жасамаған жасын жасағай деп тілеулестікте танытып жүруші едік. Ол қияда алыс көрініп, жасын жігітіміз 44 жасында үзіліп түсті. Сарғалдаққа бір қуанып, қызғалдаққа бір қуанып, өмір өтті-ау сырғы бағып, сырғы бағып. Көк аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдыз ағып, жетем деген арман жолы бара жатыр жұлдыз арып, жұлдыз неткен мұңлы жарық, мұңлы жарық. Әйтеуір бәрі де бекер болып шықты. Сөз тиді ме, әлде көз тиді ме? Көкейге көп сұрақ әлі де кептеліп жүр. Қара табытыңның басында тұрып, еркіннің ғана баласы емес, елдің баласы екенін ұғындық. Біз үшін туған жер Аққысты ауылынан асқан ыстық өлке жоқ. Сол ауылда дарынмен бір көшеде тұрып, бір мектепте оқыдым. Сол кезден бастап балалар арасынан дарынды жаныма жақын тұтып, кейін бұл араласымыз шынайы достыққа ұласты. Басымызға қонған бақыттың тәтті дәмін бірге бөлісуші едік. Бір-біріміздің балаларымызға кіндік әкеше атанып, бірге туған бауырдай дос едік. Ақжарқын көңілін жақсы көрген жандардың алдына түсе салатын көңілшектігі, жоқ адамдарға қайырымшыл пейілі ерекше еді. Шерхан Мұртазаның толдым деме төгілесің, жеттім деме жығыласың деген пайымына сай, Құдайдың бергеніне піспеген, биік болам деп жарысқа түспеген жайсаң жан еді. Дарын досымнан айырылып, доссыз қалу бақытсыздықтың ең үлкен екенін сезініп жүрмін. Қысқа ғұмырындағы алған асулары, қызметтегі қадамдары да көңіл толтырады. Дарын бақытты балалықты бастан өткерген ұрпақтың өкілі. Ол бірден зеректілігімен көзге түсіп, ел ортасында ызғалған Ыдырғалидай атасының салт санамен дестеленген сан қилы әңгімесінен сусындады. Өнермен өркен жайған Өтепқалидай ақ папасының күмбір күйімен көңіл көкжиегін көркемдеді. Елі сүйсінген Еркінғалидай әкесінен жомарт болудың, жайсаң болудың, жайлы болудың жеті қырын үйренсе, басты бағываны Күлән анасының бапкерлігі мен ілім мен білімнің кәусар бұлағынан нәр татты. Баршаңызға қош келіпсіздер. Алыстан жақыннан көп-көп рахмет айтамыз. Әулеттің атынан осындай біздің қуанышымызды бөлісіп келіп отқандарыңызға той-тойға ұласа берсін. Көретініміз осындай той болсын. Енді апа, жасыңыз құтты болсын. Мерекеге келіп жатқан енді осы күнге жеткізіп бізді бағып қағып осындай дәрежеге жеткіздіңіз. Алғысымыз шексіз сізге. Осылай кетіп, сіздің айтқаныңыз біз үшін қып-қызыл заң. Сол заңды орындап, ары қарай осылай жүре берейік. Атырау мұнай және газ институтының өндірістік азаматтық құрылыс мамандығы бойынша білім алып, 1997 жылы инженер құрылысшы мамандығын алып шығуы, оның болашағына ашылған айқын жол бастауы болатын. Сол жылдан бастап әкесінің құрылыс саласындағы іскерлік эстафетасын жалғастырып, Ембі сәулет құрылыс акционерлік қоғамындағы мекемесінде еңбек жолын бастады. 99 жыл ауданда алғашқылардың бірі болып жеке кәсіпкерлікпен айналысты. 2002 жылы мемлекеттік қызметке ауысып, аудандық көркейту, тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық бөлімінің меңгерушісі. 2003-2007 жылдар аралығында Исатай ауданы әкімінің орынбасары қызметінде болды. 2007 жылдан бастап өмірінің аяғына дейін өзі негізін қалаған Болат Д. жеке шағын серіктестігінің директоры қызметінде болып, облыста кәсіпкерлік пен бизнесті дамыту саласында белсенді іскерлігімен танылды. Серіктестік құрамына білікті мамандарды топтастыра отырып, мекеменің ауқымды техникалық базасын жасақтады. Ол басқарған ұжым Атырау облысының Исатай, Құрманғазы,
Индер, Қызылқоға, Махамбет, Жылой, Мақат аудандарында, Жамбыл облысының Тараз, Қаратау, Жаңатас қалаларында газ, су, жылу желілерін жүргізу және жабдықтау жұмыстарын жасады. Мемлекет тарапынан қойылған талаптарға үлкен жауапкершілік пен адал жүрекпен қарайтын Дарын Еркінғалиұлы Ембі мұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты Жайық мұнайгаз, Доссор мұнайгаз, Қайнар мұнайгаз өндірістік мекемелерінде Казтрансойл, Интергаз Центральная Азия, Казтрансгаз Аймақ, Сазанғұрақ және тағы басқа мұнай саласындағы алпауыт мекемелердің сан түрлі жобаларын тиянақтылықпен іске асырды. Соның ішінде аудан патриоты Дарын Еркінғалиұлының тікелей араласуымен ауданда Нарын Жанбай газ құбыры, Нарын Қызылүй, нөмірі 14-ші Разиз Жанбай су құбыры жүйелері іске қосылды. Ақтөбе Астрахань халықаралық жолы бойындағы Тәзіке ата кесенесі, Ақстау селосындағы ардагерлер саябағы, қазақ елі кешендері алтын қолды құрылысшының бізге қалдырған мәңгілік мұрасы деп ұғынамыз. Іскер ұйымдастырушы, жүрегі халқым деп соққан қайырымдылық иесі Дарын Сұлқашев ауданымыздың 90 жылдық мерекесінде аламан бәйгенің бас жүлдесіне жеңіл автокөлік машинасын тігіп, елдің елдігін танытқан тұлға ретінде тағы да дараланды. Даладай дархан көңілді Дарын Еркінғалиұлы аудан сайлаушыларының қалауымен Исатай аудандық мәслихаттарының 4-ші, 5-ші, 6-ші шақырылымдарының депутаты болып сайланып, ауданның мәдени-экономикалық дамуында белсенді позициядағы қолтаңбасын қалдырды. Аймақты өркендетуге қосқан үлесі үшін патриоттық және азаматтық белсенділігі үшін медалімен Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасымен марапатталды. Дүниеден өткеннен кейін оған Исатай ауданының құрметті азамат атағы беріліп, есімі аудан тарихына мәңгіге жазылды. Дүние-ай, қызыл-жасыл кімді алдадың, сен берген ырыздықтан құр қалмадым. Дәуренді мендей сүйген кім бар екен, сонда да қызығыңа бір қанбадым. Дегенде бұл жалған төрінен ертей солған өлім түгел көруге қимайтын азаматтардың бірі менің құрдас досым Дарын Еркінұлы еді. Адам жақсы көрген кісіні еліктейді деген сөз және бар. Ел үшін атқарған тынымсыз еңбегіне, әр қазақ баласына деген бауырмашыл жүрегіне сырттай көз тігіп тамсанып жүруші едік, еліктеуші едік. Бәрі де бос екен, бәрі де алдамшы екен. Атына сай арынды, затына сай дарынды досымызсыз арада бір жыл өтті. Дарын досқа деген сағыныш оты мәңгі маздай бермек. Дарын Еркінғалиұлы бүгінде Ыдырғали атасынан тараған үлкен әулеттің үлкенді кішісі, көз тіккен көшбасшысы, қамқоршысы еді. Оның басты арманы бауырлары мен өз бала ұрпақтарын жігерлі, рухты, ең бастысы бақытты қылып өсіріп өркендету болатын. 1998 жылдың тамыз айында әсем жолдас қызы мен шаңырақ көтеріп өмірге 3 ұл, 2 қыз әкеліп тәрбиелеп, өткен жылы үлкен қызы Аяжанды тұрмысқа ұзатып, Сердалы атты алғашқы жиеннің ыңғалаған даусын естіп үлгерді. Сен мені сағынасың, мен сені сағынамын, сені ойлап ұялайды жаныма мұң, пендекемнің қолымнан түк келмейді, тағдырдың бұл үстіне не қыламын. Әсем жардың жүрегі бүгінде осылай деп күбірлейді, мәңгілік сағыныш сазы. Құстар
Қарасаң қанығып, оқсаң жаның сүйсінетін ғұмырнама осы жерден келте үзілді. Ортамызға шуағын шашқан тағы бір көктем келіп жетті. Шөп басына тұна қалған таңғы шықтай мөп-мөлдір, тап-таза сүйкіммен келбеттенген дарынымыздың бейнесі көз алдымызға қайта оралды. Жүрегі жабырқау жерлестерінің көңілінде мәңгіге тұрып қалар асыл бейне. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, олар жайлы ағайын жұрт не білесің сен озу. Олар жайлы айтылмайтын биік мінбеден, өткен олар ақиқатпен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі ол. Біздің елдің жігіттері ұлы мұхит кемесі ол. Осы елден бақпенен қызыр кетпесе екен деп тілеп, осал жерге қағылатын біздің елдің шеге